Саламатсыздар ма балалар? 9 бөлім Аспан әлемінің құпиялары. Сабақтың тақырыбы ғаламның ғажайып сандары. Сабақтың мақсаты сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Бағалау критерийлері ашық сұрақтарға жауап беруге қалыптасады, мәтіннен сан есімдерді ажырата алады, өзінің жаңа біліміне баға береді. Бірінші тапсырма ой түрткі сұрақтар. Балалар, біз бұл екінші сабағымыз өтіп жатқан. Алдыңғы сабақ бойынша сұрақтарға жауап беріп өтіңдер. Аспанда қанша жұлдыз бар? Жұлдыздардың қозғалыс жүйесін қалай түсіндіресің? Жұлдыз бен жеке адамның өмірінің арасында байланыс бар. Неліктен? Аспан денелерінің қозғалыстарын бақылап көрдің бе? Сан есімнің мағыналық түрлері 6 топқа бөлінеді. Есептік сан есім, реттік сан есім, жинақтық сан есім, топтау сан есім, болжалдық сан есім, өлшектік сан есім. Есептік сан есім нақты санды білдіреді. Сұрақтары қанша, неше? Мысалы 5, 23, 156, 2 миллион. Реттік сан есім санның ретін білдіреді. Сұрақтары нешінші? Мысалы 5-ші, 23-ші, 156-ші. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіреді. Сұрақтары нешеу, қаншау? Мысалы 1, 5, 6, 7. Топтау сан есімі заттың санын топтап көрсетеді. Сұрақтары нешеден, қаншадан? Мысалы 1-ден, 10-нан 1, 100-ден. Болжалдық сан есім заттың санын дәл емес болжап көрсетеді. Сұрақтары қанша, неше, қаншадан? Мысалы 10-даған, 20 шақты, 10, 12. Бөлшектік сан есім математикадағы заттың бөлшектік санын білдіреді. Сұрақтары қанша, неше, қаншасы? Мысалы 4-тен 1, 2,10-нан 1. Енді балалар, алдыңғы қазір тілдік бағдарда түсіндіріп өткен нелер бойынша тапсырмаларды орындап өтейік. Семантикалық картамен жұмыс, мысалдарды белгілеп шығыңдар. 6-шы тапсырма. Мәтінді оқы. Ортақ бір нүктені айналатын саны шексіз жұлдыздардың алапат үлкен жүйесі ғарыш әлеміне немесе галактика деп аталады. Аспандағы жай көзбен көрінетін самсаған 6000 жұлдыз біздің галактика деп аталатын бір ғана бөлікке енеді. Біздің галактикада жай көзге көрінбейтін 200 миллиардтай жұлдыз бар деген болжам жасалады. Оған аспан күмбезіне белдеулеп жатқан шашырап төгілген сүтке ұқсас ақшыл жолақта кіреді. Бұл жолақты қазақтар құс жолы деп атайды. Күн жерден орташа алғанда 150 миллион километр қашықтықта орналасқан ғаламшар. Бұл біздің галактиканың кішігірім жұлдызы. Жарық жер бетіне секундына 300 мың километр жылдамдықпен 8 минутта жетеді. Жарық бір жылда 9 триллион 460 миллион 528 миллион 405 мың километр жол жүреді. Ғалымдар галактикаларының жасы 12-15 миллиардқа жуық жыл аралығына құрайды деп санайды. Орталыққа жақын орналасқан жұлдыздар кәрі, ал шеткері орналасқан жұлдыздар жас жұлдыздар болып саналады. Көптеген жұлдыздарда олардың ғаламшарлары төңкертіп айналып жүреді. Күнді айналатын ғаламшарлар мен денелер толығырақ зерттелген. Олардың қатарына 8 ғаламшар енеді. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Балалар, енді мәтінді түсініп өздерің оқыңдар. Мәтіннен сан есімдер мен термин сөздерді теріп жазамыз. Мысалы, сендерге осы мәтін бойынша сендерге қосымша сұрақтар берейін. Галактикада көзге көрінбейтін қанша жұлдыз бар? Күн мен жердің ара қашықтығы неше километр? Неше ғаламшар бар? Бағалау критерийі мәтіннен сан есімдер мен термин сөздерді теріп жазады.
Дескрипторлар мәтіннен термин сөздерді анықтайды, түрткі сұрақтарына жауап бере алады, сан есімдердің мағыналық түрлерін ажыратады. Өзіңді тексер. Мәтінді түсініп оқып, мәтіннен сан есімдер мен термин сөздерді теріп жазып, жаңағы сұрақтардың жауаптарын өздеріңмен сәйкестендіріңдер. Галактикада көзге көрінбейтін қанша жұлдыз бар? 200 миллиардтай. Күн мен жердің ара қашықтығы неше километр? 150 мың километр. Неше ғаламшар бар? 8 ғаламшар бар. Балалар, ары қарай жазылым бойынша 10-шы тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Берілген реттік, болжалдық, жинақтық, есептік, бөлшектік, топтау сан есімдерді сәйкестендіріп белгілеңдер. Енді өз-өздерін тексеріңдер. Реттік сан есім біз 3-ші қабатта тұрамыз. Болжалдық сан есім көрмеге жан-жақтан жүздеген адам келді. Жинақтық сан есім сендер 4-деусіңдер. Есептік сан есім жаңа оқу жылына кітапханашы мектепке 3000 оқулық әкелді. Бөлшектік сан есім есептің жауабы 2,3. Топтау сан есім бір қатарға 10-10-нан тізіле қалды. Енді балалар үй тапсырмасын аламыз. Үй тапсырмасына 13-ші тапсырма. Аспан сырын ашқан ғұламалар тақырыбында шағын ой толғау жазасыздар. Қойылатын талаптар саны, сөз саны 170-200 сөз болу керек. Сан есімнің барлық мағыналық түрлерін қолданады. Сау болыңыздар.